Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Күні кеше түнде болған жағдайды барлықтарыңыз білесіздер, хабардарсыздар. Ақпарат құралдары, әлеуметтік желі сол жағдайға байланысты қазір кешеден бері ақпарат таратып жатыр. Енді кеше Алматы облыстық полиция департаментінің басшыларының бірі сол Қаржаубай қамауға алынғаннан кейін, яғни полиция басқармасына жеткізілгеннен кейін сол жерде тұрып журналистерге сұхбат берді. Ол жерде ол Қаржаубай Нұрымовтың, яғни Шерзаттың әкесінің үстінен әкімшілік іс қозғалғанын, істің сотқа жіберілгенін айтқан болатын. Енді бүгін қазір ғана сот хабарламасы шықты. Ол жерде Қаржаубай Нұрымовты 15 тәулікке қамауға алынғаны туралы айтылды. Енді ол жерде соттың хабарламасында былай деп жазылған: полиция қызметкерлерін қорлаған үшін, қоғамдық тәртіпсіздік жасаған үшін, боқтық сөздерді айтқан үшін және көлік құралдарының жүруіне кедергі жасаған үшін, айналасында адамдардың қауіпсіздігіне қауіп төндірген үшін, енді бұндай бұзақылық қой, әкімшілік іске жатады. Солған байланысты оны 15 тәулікке қамауға алу туралы шешім шыққанын хабарлады сот. Енді ойлап қараңыз, осыдан 2 ай бұрын туған ұлынан айырылған, осыдан 2 күн бұрын туған бауырынан айырылған Қаржаубай қазір түрмеде отыр. Енді Еңбекші Қазақ ауданының орталығы болса, ол жерде Есік қаласындағы уақытша ұстау изоляторында отыр деген сөз. Ол жерде мен 2 рет қамауда болғанмын. 2021 жылдары, 22 жылдары қаңтар көтерілісі кезінде мен сол жерде қамауда отырған. Ол жер кеңес үкіметінің кезінде салынған түрме. Тіпті жер төлі деп айтуға болады. Едені бетон, яғни жер деп айтуға болады, кәдімгі жер, ешқандай да ағаш пол еден салынбаған. Терезесі жоғарыда орналасқан, сыртқы даланы көре алмайтын жағдайда, іші өте жайсыз, туалеті ашық, сондай бір адамның ар-намысы тапталатын жерде қазіргі уақытта Қаржаубай отыр. Көз алдыңызға елестетіңізші. Ұлынан айырылды, інісінен айырылды, енді өз қамауда. Әрине бұл әкімшілік қамау, қылмыстық қамау емес, ұзақ уақытқа емес. Бірақ енді осы жағдайға түсіністікпен қарауға болады ғой. Иә, заң жұмыс істеу керек. Тіпті сен ұлын өлтіргеннің өзінде, егер адам оңбағандыққа барып жатқан болса, бұзықтыққа барып жатқан болса, немесе самосуд жасаймын деп жаңағы өзін ұлын өлтіргендердің отбасына шабуыл жасап, соларға қауіп төндіріп жататын болса, жалпы қоғамның қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіретін болса, иә, ол жауапқа тартылу керек. Бірақ бұл жерде Қаржаубай Нұрымов ол не айтты? Неге күйінді? Неге ашынды? Кешегі видеодан көргендеріміздей. Бәріңіз көрдіңіздер. Ол айтып отыр: мен зиратқа бара жатқан кезде Kia көлігін көрдім дейді. Оның ішінде 2 адамның полиция екендігін оның әріптесі айтты деп тұр. Сол әріптесі айтқан адамды ол сол жерде ұстап машинасымен жібермей, мынаны да тергеңдер деп тұр. Ол бәрін қазір өзім бәрін жазалайын деп тұрған жоқ. Ол бір ақымақтыққа барып тұрған жоқ. Полиция қызметкерлерін талап етіп отыр: мынаны да тергеңдер. Бұл бәрін білет. Өйткені бұл маған айтты сол кезде: ешкімге айтпаңыз, бірақ Нұрғанат зиратқа кетті деп тұр. Соның барлығын біліп тұрды. Бұл бәрінен хабардар. Сол себеп жаңағы Kia көлігімен түскен 2 полиция қызметкерлері кімдер? Неге жүрді? Осының барлығын зерттеп тергеңіздер, қараңыздар, жауапқа тартыңыздар барлығын деп ашынды. Сөйтіп газель өзінің көлігі, ол біреудің көлігіне шабуыл жасаған жоқ, өзінің көлігінің үстінде тұрып, өз-өзіне қол жұмсамақ болыпты. Енді сол жерде айтқан мәліметтерге қарағанда. Бірақ қазір онымен психологтар жұмыс істеп, оған көмек көрсетіп, оны сабасына түсірудің орнына оны түрмеге апарып қойған деген сұмдық қой енді. Бірақ бұнымен іс бітпеген. Қаржаубайдың әпкесі Салтанат Нұрымоваға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салған. Оған ұсақ бұзақылық деген, яғни кешегі бір боқтық сөздер айтқан үшін болуы мүмкін. Енді ашынған адам боқтап сөйлейді ғой. Бірақ енді 20 айыппұл өзі қара жамылып отырған отбасыға осындай айыппұл салу қаншалықты орынды. Одан бөлек Бақыт Райымова деген немере қарындасын, Қаржаубайдың немере қарындасын 15 тәулікке қамауға алып, өйткені ол оған бейбіт жиындардың тәртібін бұзды деген. Яғни ол халық шақырды ғой, жиналыңыздар деп. Яғни халықты заңсыз шақырды дегенді бұл жерде себеп еткен сияқты. Енді ойлап қараңыздаршы, енді сұмдық қой. Оны соттың хабарламасында былай хабарлап тұр енді. Әшкере Ньюс деген телеграм арнасы хабарлапты.
15 тәулікке қамауға алынып, кейіннен елдің аумағынан шығарылды деп. Өйткені Қазақстанның азаматтығы жоқ екен. Дұрыс, Қазақстанның азаматтығы жоқ, ол заңсыздық. Бірақ осы уақытқа дейін біздің құзырлы орындар, қырағы құзырлы орындар қайда қараған? Енді осындай уақытта бастарына іс түсіп жатқан кезде бірін қамап, бірін айыппұл салып, бірін елден шығару деген, сұмдық қой бұл. Депутаттар қайда қарап отыр? Арат Назаровтың алдында келіп кетті. Шерзаттың үйі өртенген кезде Құран оқып, қолын жайып. Одан басқа ештеңе бітірген жоқ. Сұмдық бұл жағдайдың барлықтары. Енді бүкіл ел қазір жағасын ұстап отыр. Түңіліп отыр. Қорқып шошып отыр халық. Оларды қамаудың орнына олармен психологтар жұмыс істеп, олармен елге сыйлы адамдар жұмыс істеп, құзырлы орындар өздерінің жұмыстарын жете атқарып, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, үйін дұрыстап күткен кезде 11:30-да шықпас па еді Нұрқанат? Оны шығармау керек еді. Өйткені полиция қызметкерлерінің мойнында болды олардың қауіпсіздігі. Сондықтан бұл жерде сұрақ көп. Сол азаматтардың, сол отбасыға ел болып көмектесудің орнына депутаттардың келіп кеткені анау, басқа адамдардың істеп жүргені енді ешқандай да бір бас ауыртатын, яғни елдің алдында жүрген адамдар бұған бас ауыртып жатқан жоқ. Тек қоғам белсенділері сол әдеттегідей. Енді осындай қоғамда өмір сүру қиын, қорқынышты. Сондықтан енді ақылға сыймайды. Ұлын өлтіру, үйін өртеу, одан кейін інісінің жұмбақ жағдайда қаза табуы, одан кейін оның өзін қамап қою. Бұл ешқандай да ақылға сыймайды. Шамалы гуманизм деген болу керек. Иә, заң орындалу керек. Біз құқықтық мемлекетпіз, иә, солай. Конституциямыз бар, заңымыз бар. Бірақ осындай кезде ғана орындалып қалған уақытта орындалмай қалып жатқандығын бүкіл ел біледі. Сондықтан менің айтарым, биліктегілер қазірде кеш емес, Қаржаубайды босату керек. Оның қарындасына салынған, әпкесіне салынған айыппұлды алып тастау керек. Оларға психологиялық көмек көрсету керек. Жан-жақты көмек көрсетіп, қолдау көрсетілу керек оларға. Мынау болатын елдің, болашағы бар елдің іс-әрекеті емес. Сондықтан депутаттар да, барлық журналистер, елдің алдында жүрген үлкенді кішілі адамдардың барлықтары осыған атсалысуы керек. Әрине, ол саяси жағдай емес. Шерзат та басқалар да бір оппозиционер болған, белсенді болғандар емес, қарапайым адамдар еді. Бұл әлеуметтік жағдайдан болды. Бірақ ол да осылай кете бере ме ары қарай? Жазаланбай ма? Шерзаттың үйін өртегендер табылды ма? Жоқ, ондай ақпарат жоқ әлі. Сондықтан бұның барлығы айналып келген, неге айналып келеді? Бұның барлықтары елімізде саяси реформа керек деген сөз. Құзырлы орындар, мысалы ішкі істер саласында реформа жасайды, ол киімін өзгертумен шектеледі. Толыққанды саяси реформа керек бізде. Заң толық жұмыс істеу үшін парламентте мықты депутаттар отыру керек. Халық қалаған депутаттар парламентте отырған жағдайда олар ішкі істер министрлігі болсын, кез келген құзырлы орындардан талап етіп, табандарына тас қойып, бұны үлкен жағдайға жеткізбестен шешуге болар еді. Яғни бізде егер құқықтық мемлекет дейтін болсақ, шынымен де бізде заң жұмыс істейді дейтін болсақ, онда сайлаулар әділ өту керек, президент сайлауы әділ өту керек, парламент сайлауы әділ өту керек. Сонда осындай жағдайлар болмайды. Елде заң үстемдік құрады. Енді не сұмдық мынау енді? Сөзім жоқ енді, жалпы мен айтатын болсам. Ол Қаржаубай деген адам бар ғой, бір ақымақ, әумесер емес. Ол ұл өлтірген кезде де халықты басуға шақырған. Рахмет сіздерге. Ешкім алаңға шықпасын, митингке шықпасын, бәрі міне заңды шешіледі деп жатыр деп полицияға сенген, құзырлы орындарға сенген, солардың басшыларының айтқан сөзіне тоқтаған. Үй өртенді, ештеңе деген жоқ. Пікірін айтты, қоя салды. Енді міне інісі өліп тұр. Әрине ашынады, әрине күйінеді. Оның орнында басқа бір адам болған кезде сұмдық жағдай жасайтын бе еді, кім біледі оны. Сондықтан осылай салмақты, парасатты, дұрыс сөйлеп тұрған Қаржаубайды қазір бостандыққа шығару керек. Бұны құзырлы орындар қазір қарастырсын. Бас прокуратура бар, барлығы қайда қарап отыр. Сондықтан енді бұл жақсы құбылыс емес. 99 сөздің толықтай түйіні. Кері кетіп баратқан елдің әрекеті. Менің айтарым осы, сіздер айтасыздар, пікір жазыңыздар. Кешеден бері болған хабарды мен айтып жеткіздім, кімдердің жауапқа тартылғандықтарын. Жаңағы сыртқа шығарып бастаған Бақтияр Иманбанды кіргізсін, оның азаматтық алуына мүмкіндік жасасын. Осы отбасына толықтай мемлекет енді қолдан келгенше заңды түрде, заң аясында
қолдауын көрсетуі керек деп мен есептеймін. Сіз не ойлайсыз? Пікіріңізді жазыңыз, таратыңыз. Келесіде жүздескенше.